және оның жоқ екенін айтады. Ол хатты не олар, не сендер алдыңдар деп шалға айтады. Сонда өзіңді бұл тізімнен алып тастадың ба дейді шал. Сонда жігіт ашуланып, менің күлетін жағдайым жоқ. Хаттың бізге түкке керегі жоқ дейді шал. Жігіт машинаның дауысын естіп, далаға жүгіріп кетеді. Бірақ ешқандай машина жоқ екенін көріп, шыдамы таусылып, естідім ғой деп жылай бастайды. Қара итті қайта көріп, оны қуады. Қыз келіп оны құшақтайды. Есін дұрыс білмей үйде қызбен бірге түнейді. Арасында әйелінің елесін көреді. Таңертең тұрып, дөңгелектерін қарап қойып, шалбарының ауы неге ашық екенін түсінбей, жауып жатқанда бөлмеде жыланды байқап қалады. Қорқып, бірдеңе қылып шығып кетеді. Жабық бөлмеден тықырлаған дауысты естіп, тесіктен қарап, біреудің жүгіріп кеткенін көріп, баласы деп ойлап есікті бұзбақшы болады. Ашалмаған соң көлігінен күректі әкеліп, құлыпты бұзып ашады. Балам, бұл мен, қорықпа деп баласын шақыра бастайды. Бөлмедегі шкафтың есіктерін ашып көреді. Біреуінен әйелінің киімін табады. Сағана киімін иіскей бастайды. Сөмкесін ақтара бастағанда үйдің төбесінде біреу жүгіргеннің дауысын естиді. Төбеге шығып, баласының сөмкесін, ойыншығын, қам болған киімін көріп, уайымдай бастайды. Төбеден түсіп, жан-жағына бір қарап, үй алдындағы құдықты байқап, ішін көрмекші болады. Құдықтағы шелекті алып шықса, онда өзі жазып кеткен хатты табады. Не болып жатқан түсіне алмай отқанда, көлігі өртеніп жатады. Соны көре сала жүгіріп өшіруге тырысқанымен, бірақ ештеңе жасай алмайды. Канистрді алып үйге келе жатып, есінен танып қалады. Есін жиса, қыз бетін сүртіп жатыр екен. Кету керекпін десе, қыз қал, әрдайым бірге боламыз деп алып қалмақшы болады. Бірақ жігіт ашуланып, қолын тартуын айтады. Қалып кеткен күрегін алып келіп, қыздан өзінің отбасы туралы сұрай бастайды. Ол сенен кетіп қалды, таба алмайсың дейді қыз. Ашуланып жатқанда әкесі келіп, қызының жауап бермейтінін айтады. Сонда жігіт шалдан жан ұясының қайда екенін, көлігін кім өртегенін сұрайды. Ал қария көлігін тиіспегенін және отбасының қайда екенін сен жақсы білуің керексің деп өзіне сілтейді. Шал бұл тізімнен өзін алып тастағанын айтады. Сонда жігіт олармен не істедің деп ызалана бастайды. Тынышталуға шақырған шалды жігіт күрекпен ұрып өлтіреді. Сосын қызға барып, отбасым қайда, киімдерді лақтырып, қайдан келгенін сұрай бастайды. Белбеуін шешіп, қыздың қолдарын байлап қояды. Дәлізде қарауылдап отырып, ойыншықпен ойнап жатқанда әйелінің елесі келіп, арт қарап тұрады. Түртейін десе, шал айналып қарайды. Азанда жаурап, дірілдеп оянады. Айналасы шашылған, ыдыстар сынған, шалдың денесі орнында жоқ. Түсінбей шошып, басына келгенде үй таза болатын деп елестетіп, ал қазір бәрі сынып, бұзылып жатыр. Қызға барса, ол да жоқ. Шкафтың қасындағы есік бірінші бөлменің есігі болып шығады. Мүмкін емес деп барлығын аралап шығады. Бір дөңгелегінің жоқ екенін байқап, басқа бөлмеден тауып, оның ақтарылғанын көреді. Ашылған қорапты тауып, үстелде шашылып жатқан ұнтақтарды көріп, түсінбей отқанда қара киінген қыз бен шал пайда болып, ақиқатты білгің келген еді, соның уақыты келді дейді. Бұл мүмкін емес деп таң қалып қалады. Ненің мүмкін еместігін қайдан білесің дейді қария. Сосын олар оның қиялы емес екенін айтады. Отбасымды көрдіңдер ме деп сұрап едің. Шал жігітке оларды көргенін және қайда екенін білетін жеткізді. Олар алыста, ал денелері осында көмілгенін айтады. Сен өлтірдің ба дегенге жоқ, ол мұндай нәрселерді жасамайтынын, бірақ кім өлтіргенін айтамын дейді. Жігітке сен өлтірдің оларды деп өзіне нұсқайды. Ты их убил. Что ты несешь? Собственными руками. По своей воле. Что ты несешь? Без принуждения. Ты так захотел. Захотел и сделал. Может, это было спонтанно, быстро, все равно. Может, ты не намеревался так поступить. Все равно. Ты это сделал. Я не убивал. Иди к машине. Там ты найдешь доказательства моих слов. Машинаның жанындағы жерді қазып, қолдарды көріп, мен емес деп жылай бастайды. Шал жігітке баланы көміп жатқанда, ол әлі тірі еді дейді. Бірақ бұл маңызды емес деп қайырады. Бұл өтірік, мен өлтірмедім деп, сен істедің деп шалды айыптайды. Мен емес деп қария күшін жоғалтпауға шақырады. Сен адастың дейді. Сөйтсе жігіт мафияға қарыз болып, қарызын өтеу үшін есірткіні бір жерге жеткізу керек болады. Ал есірткіні дөңгелегіне тығып қойған.
содан жолда қысқартамын деп трассадан бұрылып кетеді. Барлығы есіне түсе бастап, басындағы ұрыстан кейін ол әйелін ұрып қалқындырып өлтіреді. Ал көмекке келген баласын итеріп, оның басы тасқа тиіп, есінен танады. Содан оларды көміп тастайды. Шал сені шынайы өмірден қияли өмірге кетуге мәжбүрлеген жоқпын дейді. Осы жерде біз кездесуіміз керек еді. Киімдерді шкафқа салғаны, баласының заттарын лақтырғаны, есірткіні шашып тастағаны барлығы көрсетіле бастайды. Кімсің деген жігітке, мен адам емеспін, біз таза оттан жаратылғанбыз, ал сендер топырақтан деп жауап қайтарады. Өздеріне керек кезде пайда болатынын, бірақ кейде адамдарға не істеу керектігін айтатынын, алайда соңғы шешімді адамдардың өзінен екенін жеткізеді шал. Сөйтсе есірткіге басы айналып, шайтандар байланысқа шығып, не істеп қойғанын түсінген ол, мен емес деп өлмекші болғанда, шал ол сені кешіре ма деп аспанға қолын меңзейді. Сонда жігіт аспанға қарайды. Сол кезде бандиттер машинасын байқап қалып, соныкі екенін нөмірінен біліп, үйге қарай бет алады. Үй жақта жындыға айнала бастаған, мен адастым, кешір мені деп қайта кешірім сұрап жатқан жігітті көріп, тауарды сұрап соққының астына алады. Әрине шайтандар олардың көздеріне көрінбейді. Үйдің ішін аралап, есірткінің қалдықтарын көреді. Бандиттің бірі құдықтың ішінде жатқан тауарды көріп, видеоға түсіріп, бастығына қоңырау шалып, бастығы жігітті өлтіруді тапсырады. Үйге кіргізіп өлтіретін кезде жігіт мен адастым, кешір мені Құдай деп айтқанда, шалдың өз жүзі көрінеді. Прости меня. Господи. Осылай оны атып үйді өртеп кетеді, ал қызы мен әкесі оттың ішінде жүрген бейнесі көрсетіледі. Осылай адасқандар фильмі аяқталады. Жалпы фильмнің атмосферасын, актерлардың ойынын сезіну үшін толық нұсқасын менің арнамнан көрсеңіздер болады. Сілтемесін астына қалдырдым. Ал киноны көрген болсаңыздар, пікір жаза кетіңіз. Фильм сізге ұнады ма, жоқ па? Келесі кездескенше.